Assalamu alaikum, aziz qarindoshlar. Бүгін біз кезекті сұхбатымызды бастаймыз. Бүгін бізде қонақта Али Мұхаммед мешітінің бас имамы Қанатәлі ағамыз келіп отыр. Бүгінгі біздің бірінші сұрағымыз Рамазан айына байланысты. Бір оқырманнан келіпті. Неге Рамазан айының жыл сайын 10 күннен шегініп келеді? Мысалы, қыста болса, келесі жылдың қыста болмайды. Басқа мейрамда бір айға мезгілі бекітілмеген. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Енді бұл сұрақтың қойылуы орынды. Негізінде жалпы біз бұл сұраққа өзіміздің ресми сайттарымызда жауап берілген. Ол azan.kz сайтында, muftiyat.kz сайтында бұған нақты жауаптар бар. Егер де ашып сол жердің жаңағы іздеу сатысына жазса, бұл сұрақтың жауабы шығады. Дегенмен қысқадан нұсқа жауап беретін болсам, жалпы қасиетті Рамадан айы неліктен 10 күнге, 11 күнге кері шегініп келуде? Оның жауабы өте оңай. Мұсылмандардың күнтізбесі бар. Оны хиджра календары деп атаймыз. Хиджра күнтізбесі. Ол хиджра дегеніміз не? Пайғамбарымыз, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, Меккеден Мединаға қоныс аударғаннан кейінгі жүргізіле бастаған санақты айтады. Ол ай күнтізбесі бойынша. Лунный календар дейміз ғой. Сол ай күнтізбесі бойынша біздің мұсылмандардың күнтізбесі осы ай күнтізбесімен саналады. Ал мына біздің зайыр мемлекетте Қазақстандағы күнтізбе күн санағы арқылы. Яғни григорианский календар дейміз ғой. Ол күн санағы арқылы болады. Сондықтан да айдың толуы кейбір айлар 29 күнге толады, кейбір айлар 30 күнге толады. Түсінесіз ме? Кейбір ай ерте толады, мысалы, кейбір ай кешірек толады. Мысалы, осы айдан Рамазан айының Рамазан ұстаудың жалпы саны 29 күн ғана, 30 емес. Өйткені ай тумады, сондықтан Рамазанның алдыңғы Шағбан деген айын 30-ға толтырып барып, ертесі Рамазан айының оразасының бірінші күнін ұстаңдар деген пайғамбарымыздың хадисіне сай. Сондықтан бұл жердегі мәселе ай күнтізбесі болғандықтан, ай арқылы саналғандықтан, айдың толуымен тікелей байланысты. Сондықтан 10-11 күн мұсылман күнтізбесінде кері шегініп отырады. Мысалы, келесі жыл Алла қаласа тірі болсақ, қасиетті Рамадан айы осы жылға қарағанда 10 күн, болмаса 11 күн тағы кері шегінуі мүмкін. Сөйтіп, Алла қаласа бара-бара тіпті қыстың күнінде де ұстаймыз. Бұл Алланың даналығы, Алланың бізге деген жеңілдігі. Көрдіңіз бе? Яғни бүкіл 12 айда Алла қаласа келіп тұрады Рамазан. Бүкіл 12 айда сіз осы қасиетті Рамазан айын ораза ұстауға мүмкіншілік бар. Бұл да бір Алла Тағаланың бізге берген үлкен бір несі, нығметі. Қатып қалған еш нәрсе жоқ. Осы сұрақтың жауабы осылай. Келесі сұрағымыз, ауру қалса да әдет қалмайды деп бекер айтпайды. Күнә жасамауға сіздің ойыңызша топ 3 әрекет. Топ 3 әрекет, жалпы енді күллі ибни адама хаттаун деп келеді хадисте. Мағынасы бүкіл адамзат баласы қателесуші, күнә істеп қоюшы. Бүкіл адамнан тараған ұрпақ біз қателесуге, күнә істеуге бейімбіз. Бұл жердегі жаңағы таза пәк нәрсе тек Алла. Қалған баршамыз қателік, күнә істеп қоятын адамдармыз. Сондықтан ва хойргум хаттауна тауабин дейді пайғамбарымыз. Сіздердің ең жақсыларыңыз сол істеген күнә қателіктеріне тәубе қылушылар дейді. Тәубе қылушылар. Енді жалпы ауру қалса да әдет қалмайды деген сөз ол өте орынды айтылған. Мысалы, бір кеше мынандай бір оқиға болды. Жалпы бір ауызашарда болдық. Ауызашарда болып, содан бір ағамыз өмір ораза ұстамаған, жасы 60-тан асқан кісі. Содан бірінші рет аузын бекітіп, осы қасиетті Рамазан айында бірінші мәрте ораза ұстап жатыр екен. Содан ауыз ашып жатырмыз, мен дұғасын қылдым. Алдымызда мынандай графин дейді ғой, стаканда су құйылған, жанында құрмасы бар әрқайсыларымыздың. Содан мен дұғасын қылғаннан кейін, ал бісміллә деп судан ішкен едік, қасымда отырған ағамыз ху деп жаңа суды ішіп, құрмамен иіскеп жатыр. Қарасақ, жаңа жеңгеміз қасында отырған ұрсып жатырды. Әй, сен су ішіп отырсың ғой, андағың не? Деп. Ауру қалса әдет қалмай ма деген сияқты. Көрдіңіз бе? Бұл мәселе жалпы не? Енді бұл ештен кеш жақсы дейді ғой. Бұл да болса альхамдулилля, мына қасиетті Рамазан айы тәрбие айы ғой. Бәлки енді
сол аурудан, сол әдеттен, сол күнә қателіктерден жуып, шайып, кешірілетін ай. Мысалы, қасиетті Рамазан айы кешірімді ай деп келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: "Мән сома Рамадан иманан ва ихтисабан", кімдегі мына қасиетті Рамазан айында ораза тұтса, иман келтіріп, шынайы яқин иманмен. Яғни бұл бір диетаға отырайын, біраз килограмм тастап арықтайын, болмаса адамдар мені көрсін деген емес. Иман Алладан бізге парыз етілді, Алла Тағала бұйырды, соның себебімен ораза тұтса дейді. Сосын не дейді? Ва ихтисабан. Сосын мына ұстаған оразаның сауабы шексіз. Алла Тағала өзі уәде береді, бұның сауабын тек қана мен беремін дейді. Яғни оның санын пайғамбарға да, періштеге де білдірмеген. Ғалымдарымыз айтады, бұл жерде өте көп сауап күтіп тұр бізді дейді. Көрдіңіз бе? Өйткені біз тамақтан, сусыннан, адал заттан Алла үшін тыйыламыз белгілі уақытта. Бізге арам болады осы нәрсе. Міне соның себебімен Алла Тағала айтады: "Ва ана аджзиби", бұның ақыретте сауабын тек қана мен беремін дейді. Міне осы сауапты үміт етіп ұстаса, ғуфиру лаху ма тақаддама мин замбихи. Оның осы күнге дейінгі істеген барлық күнә қателіктерін Алла Тағала кешіре салады дейді. Көрдіңіз бе? Енді неге біз күнә істеп қоямыз? Сол күнә істемеудегі айтып отырсыз ғой жаңағы. Тройка деп отырсыз ғой, топ, иә? Ол өте оңай, оған мен өз ойымнан ештеңе қоспаймын. Оған ең жаңағы стимул для подражания дейді, ең артынан ілесуге лайықты болған Алла Тағаланың сүйікті құлы әрі пайғамбары кім? Мұхаммед, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын. Сол пайғамбарымыздың тіпті ғұмырымен Алла Тағала жаңағы ант ішеді ғой. Алла Тағала айтады: "Валя умрука", мен пайғамбар сенің ғұмырыңмен ант етемін дейді. Яғни басқа ешқандай пайғамбардың өмірімен ант еткен жоқ Алла Тағала. Неге десеңіздер, пайғамбардың азғантай уақытынан бастап өмірінің соңына дейін тек қана Алла разылығы үшін сүрген өмірді ол. Алла үшін сүрген өмірді. Айтады пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, біріншісін айтады, күнә істемеудегі амал. Күнәні қалай істемеймін деген сұраққа, қалай күнәні істемесем болады деген сұраққа пайғамбарымыз былай деп жауап береді: "Иттақилаха хайсу ма кунти". Біріншісі, қараңыздар, Алладан абайлаңыздар қайда болсаңыздар да. Алладан қорқыңыз қайда болсаңыз да. Бұл не деген сөз? Яғни маңызды емес, адамдар көрмей тұр ғой деп істей беру. Алла көріп тұр деген. Бар видеокамера істеп тұр ма, тұр емес па? Сіз мысалы көпшілікпен отырсыз ба, болмаса жалғыз отырсыз ба, көрдіңіз ба? Бұл жерде ешқандай рөл ойнамайды деп тұрды. Үшінші пайғамбарымыздың кеңесі, екінші пайғамбарымыздың кеңесі: "Атби'i саййатал хасана тамхуха", дейді. Қандай да бір күнә істеп қойғанның өзінде, көрдіңіз ба? Енді біз айтып отырық қой бағана хадисте, біз пәк емеспіз. Бір күнә істеп қоямыз, бірақ үмітімізді үзбеуіміз керек. Пайғамбарымыз айтады, кім қандай да бір жамандық істеп қойса, мысалы, қасиетті Рамадан айында тіліңізбен бір адамның сыртынан ғайбат айтып қойдыңыз, жалған сөз сөйлеп қойдыңыз, біреуді жамандап қойдыңыз, мысалы. Сонда пайғамбарымыз айтады, дереу артынан жақсылық істеп жіберсін дейді. Сонда ана жақсылық мына жамандықты жойып жібереді. Үшіншісін айтады пайғамбар алейхиссалату вассалам: "Хулиқин наса би хулиқин хасан", дейді. Мына өзіңізді қоршаған адамдармен, достарыңызбен, туған туысқаныңызбен, ата-анаңызбен көркем мінезбен қарым-қатынас жасаңыз дейді. Өте көркем, өте жақсы мәміледе болыңыз. Яғни адамдарға әркесіне жылы шыраймен, күлімдеп, мысалы қазіргі уақытта позитив деген нәрсе ұмытылып бара жатыр. Мына пайғамбарымыздың өзі өмірі жымиып жүрген адам болған. Әркез көзінде, әркез жаңа сүйіспеншілік, ернінде жаңа жымию болған. Ғалымдарымыз айтады, қазіргі уақытта дейді, адам баласы соншалық дүниеге кіріп кетті дейді, жүректері қатайып кетті. Мына пайғамбарымыздың бір элементарный екі сүннет ұмытылып бара жатыр дейді. Мұсылман бірін-бірі көрген кезде ассаламу алейкум деп сәлем беру ұмытылып бара жатыр. Тек таныған ғана амандасады, танымағандар амандаспайды. Екіншісі күлімдеу дейді. Жымию. Әркез улыбаться деген сөзді. Улыбайся это суна деп қойып жүрміз смайликтер. Міне сол пайғамбарымыздың сүннеті ғой. Міне осы жерде пайғамбар алейхиссалату вассалам айтады, қоршаған адамдармен жақсы қарым-қатынаста болу дейді. Мысалы адам қоршаған ортамен жақсы қарым-қатынаста болса, досыңызбен жақсы қарым-қатынаста болсаңыз, сіз олардың алдында да Алла Тағала дәрежеңізді көтеріп қояды. Содан кейін бәлки сол ғайбат деген нәрсеге сіз жоламайсыз. Міне осындай үш топ бар пайғамбарымыздан келген. Біріншісі
Алладан қай кезде болсаң да, қай жерде болсаң да қорықсаң, абайласаң, Алла көріп тұр деген сипатта өмір сүрсең. Екіншісі, бір қателік істеп қойғанның өзінде дереу артынан жақсылық істеу. Сонда ана жақсылық қателікті жойып жібереді. Үшіншісі, өзіңізді қоршаған достарыңызбен, туыстарыңызбен, адамдармен өте жақсы көркем қарым-қатынаста болсаңыз, иншалла, сізді Алла тағала күнә атаулыдан алыстап тастайды. Иман яқин туралы түсіндіріп кетсеңіз, оның мағынасын, пайдасын, мақсатын. Енді иман деген нәрсе, ол Аллаға иман келтіру, Алланы бір деп білу. Мысалы, ла илаха иллалланың мағынасын, ғалымдарымыз ла маъбудун би хаққин иллалла деп тәпсірлеп береді анықтамасын. Мағынасында құлшылыққа лайықты Алладан басқа құдай жоқ деген мағына. Яғни бірінші иманның жаңағы Алланың бір екендігіне иман келтірген адам, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Алланың сүйікті құлы әрі елшісі екеніне иман келтірген адам мұсылман болып саналады. Иманның жалпы саны 6 шарты бар, болмаса 7 шарты бар. Жаңа Ашғарида, имам Матуриди деп бөлінеді мысалы. Сол ең біріншісінде осы тұрады. Основа дейді, фундаменті ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух. Аллаға, Алланың жаңа құлшылыққа лайықты құдай жоқ екендігіне, Алладан басқа. Екіншісі, пайғамбар оның сүйікті құлы әрі елшісі екеніне куәлік ету. Сосын екіншісі дейді, оның бүкіл жіберген пайғамбарларына иман келтіру, бүкіл жіберген періштелеріне иман келтіру. Сосын 4 кітап түсті ғой. Инжил, Таурат, Забур, Құран деген. Осы 4 кітап Алладан екеніне иман келтіру. Бесіншісіне тағдырға иман келтіру. Тағдырдың ішінде тағы бөлінеді подпункттар, жаманшылықта, жақсылықта Алладан екеніне иман келтіру. Сосын жаңа 6-шысы ақыреттің бар екеніне иман келтіру дейді. Жаңа Ашғариларда бөлінеді, 7-ші пункт бар, жаңа өлімнен кейін қайта тірілу күніне иман келтіру деп бөлінеді. Яғни жалпы саны иманның 6 шарты бар, болмаса 7 шарты бар. Екеуі де дұрыс болып саналады. Енді осының ішінен яқин иманды сұрап тұр бауырымыз, яқин иман дегеніміз енді түсінікті болу үшін мен былай түсіндірейін. Бұл кісіні енді мен бір терминдермен, жаңа фиқхи бір нелермен басын қатырмай қойық. Мысалы, ғалымдарымыз айтады, кімде-кім осы мен келтірген, жоғарыда келтірген шарттар бар ғой, солардың баршасына 99-да 9,10 дейді. 99-да 9 иман келтірдіңді, 1%-ына күмәнім бар десе де, ол иман толыққанды иман емес дейді. Мысалы, ақыреттің бар екенін білмеймін, күмәнім бар десе, мысалы. Жарайды енді, қалай ол сонда ақыретте қайта тіріледі деген сияқты бір күмәндар пайда болатын болса, мына жағын мен қабылдаймын, мына жағын что-то күмәнім бар десе де, бұл толыққанды иман болып саналмайды. Тіпті ғалымдарымыз айтады, Ханафи мазхабының ғұламалары айтады, тіпті бұл адам мұсылман емес дейді. Яқин иман дегеніміз не? 100%. Толыққанды 100%, бірде-бір процент жоқ күмән. 100% толығымен иман келтірген адам. Яқин иман дегеніміз сол. Баршасына толық иман келтірдім Раббым. Ақыреттің бар екені ақиқат. Ақыретте сот болатын ақиқат. Ақыретте сұрақ болатын ақиқат. Мен өлгеннен кейін қабір азабы болатын ақиқат Раббым. Осының бәріне мен иман келтірдім Раббым. Деп осы күнде дайындық жасап сол ақыретке өзінің амалдарын түгендеп жүрген. Мысалы, адамдардың иманы яқин иман болсын. Міне яқин иман мен жаңағы иманның айырмашылығы осы. Келесі сұрағымыз, көбінесе қай уақытта және қандай кезде мұсылман адамның дұғалары қабыл болады? Өзінің арнайы әдеп тәртіптері бар ма? Бар. Мысалы, кез келген уақытта дұға қылса да болады. Бірақ дегенмен де пайғамбарымыз, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, белгілі бір сәттерді айтып кеткен, мерзімдерді айтып кеткен. Мысалы, қазір қасиетті Рамадан айы. Қасиетті Рамадан айында пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам айтады, аузын ашайын деп жатқан адамның дұғасы қабыл болады дейді. Мысалы, ифтарға асығыңдар дейді ғой пайғамбарымыз. Ифтарға асығу да, ауыз ашуға асығу да берекет бар дейді. Сол ауыз ашуға біраз уақыт қалғанға дейін біз аспанға қарап, болмаса телефон шұқылап отыруға хақымыз жоқ. Өйткені біз не? Біз ашық ауыз боламыз онда. Ашық ауыз деген кім? Беріп тұрған мүмкіншілікті қолданбайтын. Мысалы, аузына шайнап берген тағамды жұта алмайтын адамды айтады. Мысалы, дайын тұрған нәрсені жұта сал. Міне осы кезде пайғамбарымыз айтады, дұғаның қабыл болуының бірден бір шарты, адам аузын ашардың алдында дұға қылса, кез келген дұғасы қабыл қайтарылмайды. Аржаға кете береді шексіз. Содан кейін барып соңын Аллаға мадақпен, пайғамбарға салауатпен аяқтасаңыз, міне осы дұға
дұрыс болып саналады шарттарында, және дұрыс болған дұғалар, дұрыс қылынған дұға қабыл болуы иншалла сенімді. Мұсылмандар жәннат пен тозақтың бар екендігіне, тағдырдың пешенеге жазылғанына да иман келтірді, сенді. Келесі сұрағымыз оқырманнан: егер Аллах субхана ва тағала адам өмірінің өзі жазып қойған болса, келесі өмірде біз неге бұл өмір үшін сұраламыз дейді. Түсінікті, иә. Енді бұл бауырымыз сұрақ қойып тұр. Онда не үшін мына өмірді жаратты, иә? Не үшін біз мына дүниеде өмір сүріп жатырмыз? Сосын Алла Тағала тағдырымызға егер соның бәрін жазып қойған болса, онда не үшін қайтадан сұрайды ақыретте? Енді ол орынды сұрақ. Бірақ бұның да жауабы өте оңай. Оның бәрін жауабы берілген баяғыда. Оның ең бірінші Мүлк сүресінде айтады Алла Тағала. Жаңа Алла Тағала айтады: «Холақол маута вал хаята лияблюакум айюкум ахсану амала». Мағынасы, Алла Тағала өлімді жаратты дейді. Сосын өмірді жаратты дейді. Яғни мына дүниені, мына жер әлемін, сонымен бірге біздерді тек не үшін ғана жаратқан екен? Жаңағы тек қана сынақ үшін жаратқан. Емтихан үшін ғана жаратқан. Не үшін емтихан, не үшін алынады? Қайсыларың, амалдарың бір-біріңе қарағанда жақсырақ болады. Яғни амалда жарысу. Қайсы адам жамандылық істейді? Ерода өзінің қалау сезімі. Қайсы адам жақсылық қалайды? Өзінің сезімі. Өзі таңдайды екен да. Алла Тағала бізді жаратқан кезде фаалхамаха фуджураха ва тақваха дейді. Алла Тағала сіздерді жаратқан кезде мына екі жаққа қызығушылықпен жаратқан дейді. Қызығушылық деген сөз симпатия бар да бізде. Мына жағыңыз неге? Күнәға тартады. Мына жағыңыз ва тақваха Аллаға қарай тартады тұрады. Енді айтады: «Қоды афляха ман заккаха». Мына солға қарай тартып тұратын, шайтандарға қарай тартып тұратын нәрсесін дейді, ұстап тазаласа дейді, ол құтылды дейді. Ва қоды хоба ман дассаха. Ал егер оны жібере салса, енді өзінің көңіл қалауының артынан жаңағы эмоциямен кете беретін болса, жаңағы күнәларды істеймін, хочу ночной клуб, хочу водки деген сияқтылар кете беретін болса, артынан мысалы шайтан бар, нәпсі бар деген сияқты мәселе, ол да сол өзінің таңдап алған жолы да. Алла Тағала ешкімді не зорлап сол жолға апармайды, адам өзі таңдайды. Сондықтан бізге екі жол жаратылған, біздің естество дейді, жаңа фитрамызда, табиғатымызда. Сол табиғатымыздың өзі болмысында екі жаққа тартады тұрады. Бір жағы күнәға тартады, бір жағы Аллаға қарай тартады. Бірақ мына жақты тізгінде деп тұрды Алла Тағала. Мына жақты тазала, сонда сен құтыласың иншалла. Сондықтан біздің жаратылудағы мақсатымыз мына дүниедегі тек Алланың алдында ақыретте сұралу үшін ғана жаралдық. Болды. Келесі сұрағымыз рия жайында. Қазіргі уақытта адамдар өз өмірлерін Instagram тор беттерінде көп көрсетеді. Берген садақаларын, оқыған намаздарын, тіпті жаңа туылған нәрестелерін көрсетеді. Соның салдарынан балалар көп ауырады. Осы жайында не айтар едіңіз? Енді қазіргі уақытта әлеуметтік желі деген нәрсе расында біздің өмірімізге тығыз байланысты. Біздің баршамыз әлеуметтік желіге былай айтқан кезде өте тығыз байланыста өмір сүріп жатырмыз. Қазіргі уақытта өте оңай ғаламтор жүйесі деген бар. Оның пайдалы жағы да бар, бірақ оның зиян жағы да бар. Бірақ дегенмен де әлеуметтік желіде мысалы өзіңіз айтқандай кішкентай сәбилердің жаңа бейнесін, фотосын, видеосын шығару ислам дінінде қайтарылған амал. Дұрыс емес амал. Неге? Өйткені пайғамбарымыздың мынандай бір хадисі бар. Кішкентай балалардың, нәрестелердің, сәбилердің басым көпшілігі көз тиюден өледі дейді. Көз тиюден шетінейді дейді. Яғни көз деген тіпті, тіл көз деген нәрсе бар нәрсе. Тіл көз деген нәрсе бар нәрсе. Пайғамбарымыз айтады, тіпті дейді, тіпті ата-анасында баласына көз тиюі мүмкін. Ата-анасының баласына мысалы сүйсініп, еміреніп, құшақтап, неше түрлі сөздерді айтып, анау, еркелетіп, бірақ бір сөзді ұмытып кетсе дейді, тіл көз тиеді. Қандай сөз? Машалла деген сөз. Машалла деген сөз Алланың жаратылысы деген сөз. Сонда пайғамбарымыз айтады, кімді жақсы көретін болса, дейді, бір бауыр жақсы көріп қалатын болса, машалла дегенді айтыңдар. Сонда тіл көздерің тимейді дейді. Көрдіңіз бе? Мына жаман оймен емес, ата-анасы баласына ешқашан жаманды қаламайды ғой, бірақ машалла деген дұғаны айтпағандығы себебінен тіл көз тиеді. Сондықтан пайғамбарымыз айтады, басым көпшілік балалардың шетінейдің себебі
тіл көзден дейді. Балаға фалақ, нәс, ықылас сүрелері, фатиха сүрелері оқылу керек, аятыл курси оқылу керек, көрдіңіз бе, әркез. Сосын не, мүмкіндігінше мына бізде қазақ халқында, ұйғыр халқында 40-на дейін баланы ешкімге көрсетпей ұстау деген, оның баршасы сүннет, жаңағы ар жағында шариғат жатыр. Мысалы 40 күннің ішінде баланың иммунитеті әлі толық дамымаған. Одан кейін тіл көз деген нәрсе бар. Осының бәрін жасырады тіл көзден, жаңа бөтен адамдардан жасырады, көрдіңіз бе? Бұның мүмкіндігінше бала толыққанды қатайып алғанша далаға шығармайды, ешкімге көрсетпейді, тіл көз деген нәрсе бар. Сондықтан жаңағындай мәселе енді күйе жағуға, жаңа тұмар оқытуға әрине біраз ғалымдар қарсы. Бірақ дегенмен де дұға айту керек ондайда. Дұға айту керек. Сондықтан Instagram желісі болсын, жаңа кез келген әлеуметтік желіге балаңыздың, қызыңыздың, бала шағаларыңыздың ойнап жүргендерін, жаңа пикниктерін салу шарт емес ол нәрсе. Тағы да бір оқырманнан келген сұрақ. Ол айтады: "Мен намаз оқымаймын, бірақ жүрегім таза. Ешкімнің ала жібін аттамадым. Ешкімнің адал нанын жемедім. Адам өлтірмедім, зина жасамадым. Мен тозаққа кіремін ба сонда?" дейді. Енді тозаққа кіреді, болмаса жәннатқа кіреді деген сөзді біз айтпаймыз. Үкім тек Аллада. Үкімді тек Алла шығарушы, Алла беруші. Инша аззабаху ва инша юдхилахул жанна дейді Алла Тағала. Алла Тағала қалағанын азаптайды, қалағанын жәннатына кіргізеді. Біз ол тақырыпқа жалпы кірмейміз. Бүгінгі біздің сұхбатымызда барлық мұсылмандар үшін пайдалы ақпарат көп болды деп ойлаймын. Біздің студиямызға келіп өзіңіздің біліміңізбен бөліскеніңіз үшін көп рахмет. Барша мұсылмандарды Рамазан айымен құттықтаймын. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.